Брокерлер дегеніміз не? Және де брокерлердің қандай түрлері бар? Жалпы нарықтан халал түрде табыс табуға қандай брокерлерді таңдаған дұрыс? Мен Ұлжан Маратқызы, халал трейдинг эксперті. Дәл қазіргі уақытта сіздермен қарапайым тілде осы брокерлермен танысатын боламыз. Жалпы брокерлер дегеніміз не? Осыны түсініп алайық бірінші орында. Брокерлер олар делдалдар. Қарапайым тілмен айтатын болсақ, дәл қазіргі уақытта заман талабына сай нарық тікелей офлайн түрде сауда-саттық жасамайды. Яғни сіз мысалы құнды қағаздар нарығында сауда-саттық жасайтын болсаңыз, акциялармен қолыңызға құнды қағазды алып, екінші кісіге сатып, солай сауда-саттық жасап тұрмайсыз. Дәл қазіргі уақытта барлығы онлайнға өткендіктен, сол сауда-саттықты, заявкалардың барлығын брокерлер орындайтын болады. Және де сіз тікелей нарықпен сауда-саттық жасау мүмкіндігін брокерлер сіз үшін атқарып беретін болады. Және де осы екі арадағы делдалдықты жасайтын дүние осы брокер болып табылады. Яғни сіз бен нарықтың арасындағы сауда-саттықты ұйымдастырушы ұйым десек те болады. Жалпы брокерлерді дұрыс таңдау өте маңызды. Ол шынайы делдал болу үшін оның реал брокер болуы өте маңызды болып табылады. Себебі нарықта дәл қазіргі уақытта биржа трейдинг әлемінде екі түрлі брокерлер қарастырылады және қолданылады. Көп жағдайда новичоктардың және де трейдингке енді ғана қадам басайын деп жатқан адамдардың ошибкасы қателігі осы брокерлерді дұрыс ажырата алмауында. Қазір біз сіздермен осы екі брокерді ашып қарастыратын боламыз, және де ең дұрысы, ең бастысы реал брокерді таңдай алатын боласыз, және де сол туралы көп ақпарат болатын болады. Енді нарықта екі түрлі брокер қарастырылады. Ол CFD брокер, екіншісі реал брокер. CFD брокер не? Қарапайым тілмен ашып көрейік. CFD брокер деген дүние, яғни қазір жаңа біз нарықта брокерлер делдал деп айтсақ, ал ол CFD брокерлер ешқандай делдалдық жасамайды. Олар тек қана брокер деген атқа ғана ие, яғни олар нарықпен сіздің араңызда қандай да бір сауда-саттықты ұйымдастырып бермейді. Тек қана нарықта биржада қозғалыс болып жатырған кезде, нарықта, яғни мысалы Tesla компаниясы өсіп жатырса өсіп жатыр, құлап жатса құлап жатыр деген қозғалысты биржамен тепе-тең сізге көрсетеді, және де сол бір қозғалыстан, яғни құнды қағазды нарыққа шығып, оны иелік етіп сатып алу мүмкіндігін бермейді. Тек қана баға, құнды қағаз өсіп жатыр, құлап жатыр деген сауда-саттықты ғана сізге мүмкіндік ретінде береді, және де бұл, яғни сіз нарықпен тікелей шын мәнінде құнды қағаздарды сауда-саттық жасадыңыз деген сөз емес. Тағы да кішкене қорыта кететін болсақ, CFD брокерлер, яғни сізге нарыққа тікелей шынайы түрде шығып, шын мәнінде құнды қағаздарды сатып алып, сату мүмкіндігін сыйламайды. Тек қана сол құнды қағаздардың бағасы өсіп жатыр, түсіп жатыр деген сияқты сауда-саттыққа, яғни ставка, казино типті сауда-саттыққа мүмкіндік береді. Сол үшін де CFD брокерлеріміз адал емес болып табылады. Неге? Себебі сіз ешқандай да құнды қағаз сатып алмайсыз, және де тек қана сіздің жасайтын саудаңыз ол бағаның өсуі мен түсуіне ғана болады. Екінші брокер ол реал брокерлер, яғни шын мәнінде өзінің аты айтып тұр, шын мәнінде нарыққа шығып, сіздің жаңағы берген заявкаңыз, яғни сатып аламын, Tesla компаниясының 13-тігін сатып аламын десеңіз, шын мәнінде сіз қай нарықпен, Америка нарығымен сауда-саттық жасайтын болсаңыз, Америка нарығынан шынайы түрде сізге Tesla компаниясының 13-тік құнды қағазын алып береді, және де шын мәнінде сіз оны иелік етесіз. Реал брокерлер, олар шынайы делдалдар. Жалпы бізде шариғатымызда рұқсат беретін, яғни біздің саудамыздың халал, адал түрде болуына ықпалдық ете алатын осы реал брокерлер. Неге? Себебі сіз шын мәнінде биржада сауда-саттық жасап жатырсыз. Яғни сіз айтасыз ғой, мен құнды қағаздармен трейдингте, жалпы биржа әлемінде онлайн түрде сауда-саттық жасаймын, содан табыс табамын десеңіз, онда сіз реал брокерді қолдансаңыз, онда шынайы түрде сауда-саттық жасап жатырсыз. Егер сіз CFD брокерді қолданатын болсаңыз, онда сіз ешқандай сауда-саттық жасап жатқан жоқсыз, тек қана казино, ставка деген дүниелермен айналысып жатырсыз. Ал жалпы сауданың түбінде қандай да бір актив, яғни қандай да бір
бір дүние болу өте маңызды. Егер сіз құнды қағаздардың нарығында сауда-саттық жасайтын болсаңыз, онда сіз шынайы түрде сол құнды қағаздарды онлайн түрде иелік ету керексіз. Оған мүмкіндік беретін тек қана реал брокерлер, және де реал брокерлер арқылы қауіпсіз. Неге? Себебі олар қандай да бір жаңағыдай лицензияларды алу арқылы жалпы қор нарықтармен, сол құнды қағаздардың Америка нарықтарымен сауда-саттық жасау үшін қандай да бір тексерістер мен тексерістерден өту арқылы заңдылықтан да бағынатын болады. Сондықтан олар шынайы қауіпсіз брокерлер болып табылады. Егер де сіз жалпы биржадан адал түрде қауіпсіз, дұрыс, мошенник емес, шынайы брокермен сауда-саттық жасап, шынайы түрде құнды қағаздар иелік етіп, шынайы сауда-саттық жасап, адал табыс тапқыңыз келсе, онда тек қана сізге реал брокерді таңдауға кеңес беремін. Жалпы реал брокерлерді ажырату оңай. Ол үшін сіздің таңдаған брокеріңіз CFD брокер ма, реал брокер ма, соған қарап алу өте маңызды. Осындай бір құнды ақпараттарды жіберіп алмас үшін пайдалы болды деген ойдамын. Біздің каналға подписация етіп алыңыздар. Алдағы уақытта өте көп құнды ақпараттар берілетін болады.